Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтанмұратқызы. Мен бүгін Алматы қаласының 71-ші мектеп-лицейіне келіп тұрмын. Осы жерге мен қонаққа шақырған болатын. Ал енді кішігірім сауалдарға жауап бере өтсек, менің көптеген YouTube тыңдаушыларым жазып жатады: Назира ханым, білімді қайдан қалай алсақ болады деп. Шын негізінде адам іздену керек, білім алу керек. Адам өмірде өткенге дейін бұл өмірде білім алып өтеді екен. Сондықтан енді алып жатқан, танып жатқан, қандай сала бойынша алып жатқан білімдеріңіздің бәрі ол сіздің жеке қабылдауыңызға байланысты, жеке ой өрісіңіздің дамуына байланысты. Қазіргі таңда осы білім беріп жатқан көптеген адамдарды көріп жатсақ, әркім өзінің деңгейінде білім береді, әркім өзінің деңгейінде түсінеді. Сондықтан біреудің айтқанын мүмкін сіз түсінбей жатсаңыз, яғни сізге бұл жолда басқа адамды тыңдау керек шығар. Ал енді келесі бір адамды тыңдағанда сіз түсініп жатсаңыз, онда сіздің біліміңіздің, түсінігіңіздің шамалас бір деңгейде екені анық. Сондықтан